Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге песочный тестадан жасалынатын кішкентай мини самсалардың дайындалу жолын ұсынатын боламын. YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңыраушамен лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасында тұрған 72,5%-дан жоғары таза сары майымызды салып, ұнымызбен бірге бір келкі етіп толығымен араластырамыз. Кейін оның үстіне 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң оның үстіне 20-25%-дық қаймағымызды салып, тағы бір араластырамыз. Ең соңында бір жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міне осындай жұмсақ болуы қажет. Оны 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Оған фарш, картоп және жуа қажет. Татымына қарай тұз және қара бұршымызды салып, жақсылап араластырамыз. Неке біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Тұтастай алатын болсақ, бұдан 24-25 штук самса шығады. Қазір 2-ге бөліп, әр қайсысын колбаса тәріздес етіп илейміз де, оны да бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Неке мынау бірінші жарты бөлігі. Осыдан қазір біз 12 самса шығаратын боламыз. Әр қайсысын осылай домалақтап, өте қалың да жұқа да болмауы керек. Жазып алып, домалақтап, ортасына салмасын салып, үш бұрышты етіп түйетін боламыз. Неке осындай кішкентай ғана шағын мини самсалар шығады. Осы дайын болған самсаларымызды противенімізге орналастырып, барлығын үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз толығымен. Содан соң кунжутымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіретін боламыз. Осымен біздің ауызда ерейтін песочный тестадан жасалынған кішкентай самсаларымыз дайын болды. Дастарханға қойған кезде өте әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.